күні де бітетін күн бар. Парламенттік республика үшін оян Қазақстан! Арма ағайын. Мен 16 желтоқсанда алаңға жете алмай, Алматыда Жетісу ровдысында отырмын. Шамамен 10 сағаттай. ровдының ішінде Құрал Сейітханұлын, Шарбат апайды және Виктор Палкин деген азаматтарды көрдім. Үйреншікті сұрақтан, жаттанды жауаптан өткен соң, кіші акт залында Қытайдың бақа шаянына әбден тойып семірген нұрменттермен салғыласып отырдық. Полиция с народом деген ұранымыз бар еді ғой. Қайдам. Мына нұр полиция ешқашан халыққа бүйрегін бұра қоймас деген ойдамын. Кешке жіберді. Бірақ айтты, ертең шықсан тағы осында кеп отырғызып қоямыз деді. Сенімді түрде айтты. Мен көрерміз деп мырс етіп күліп кетіп едім. Таңертең тұрып терезеге қарасам, әлгі иттер тұр екен. Шарасыздықтан шалбарымның қалтасынан қолымды шығардым дағы терезеден жұдырық түйемен шектелдім. Кеше телефонымды алып тексереміз деп айнала шұқып еді. Сонымен не керек өз Фейсбуктегі парақшама кіре алмай қалдым. Өкініштен өзегім өртеніп отыр. Қасым Қайсенов еді желідегі есімім. Партизан атамның аруағы қолдасын деп сол есімді өзіме алған едім. Бірақ тағы да шарасыздық. Алан жайында бірер сөз айтар болсам, саяси экономикалық төпектен әбден шаршаған халық мына шіріген жүйені тамырымен құртпаса еш нәрсе өзгермейтінін түсініп келе жатқаны қуантады. Диктатураны тек қана көше қозғалысы шешеді. Осыны ұмытпайық. Осылай табанды күрессек, халық түбі жеңеді. Әділдік жеңеді. Әттен ауызбіршілігіміз жоқ қой. Барлық оппозициялық қозғалыстар, партиялар өзара ырылдасуды, алауыздықты қойып, бірге жұмыла күрессе ғой, жеңіс күні жақындай түсер еді. Шіркін-ай шіркін. Солай міне жағдай.